Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өзімнің біраз жылдар бойы қолданып келе жатқан зебра бәлішінің рецептісімен бөлісемін. Бұл бәліш әрине көпшілікке таныс, және де әркім әртүрлі дайындайды. Мен сіздерге өз нұсқамды ұсынғым келеді. Ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқа және де шым-шым тұз қосып, миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Және де қантты біртіндеп қосып отырып, қатты жылдамдыққа дейін миксерлейміз. Бізде көлемі 2-3 есе ұлғайған аппақ масса шығуы қажет. Әдеттегідей бізге қажетті барлық ингредиенттер видео астындағы сипаттамада жазылған. Кейін қаймақты да біртіндеп қосамыз. Келесі кезекте ерітілген сары майды қосып, тағы араластырамыз. Бір шай қасық ас содасын, бір шай қасық 9% немесе алма сірке суымен араластырып, қамырға қосамыз. Екі стақан ұнға жарты шай қасық қопсытқыш салып, араластырып, електен өткізіп, қамыр дайындаймыз. Дәл осындай қамыр шығуы тиіс. Бізде қамырдың барлық салмағы 1100 грамм, және де оны теңдей 2 бөлікке 550 граммнан бөлеміз. Бір бөлігіне 2 ас қасық какао және де 1 ас қасық қаймақ қосып араластырамыз. Пергамент қағазы төселген формаға 1 ас қасықтан 2 қамырды кезек-кезегімен саламыз. Менде форма диаметрі 22 см. Қалауларыңыз бойынша бетіне осындай өрнек жасауларыңызға болады. Менде бәліш 180 градуста шамамен 50-55 минут пісті, бірақ әр пеш әртүрлі болғандықтан әрдайым қадағалап отырыңыздар. Толықтай піскенін ағаш таяқша арқылы тексереміз. Біздің зебра бәліші дайын. Олар өте биік әрі өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Өрнегі осындай жіңішке, бірақ әр жолақ анық көрініп тұрады.
Егер жолақтарының қалыңдау болған қаласаңыздар, дайындар алдында әр қамырды 2 ас қасықтан салсаңыздар болады. Сіздерге рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.